Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таңқурай тосабының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әркімнің жасалу әртүрлі болғандықтан мен сіздерге бүгін осы таңқурай тосабының зиянды заттарын алып тастау арқылы қалай дұрыс жасалу жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Таңқурайды көп ұстап қоюға болмайды, себебі тез езіліп кетеді. Сол себепті сатып алғаннан кейін бірден жасасаңыздар дұрыс. Енді жасар алдын осындай салқын сумен ситанның көмегімен осылай езілмес үшін салқын сумен жуып аламыз. Қолмен қатты езіп жумаймыз, себебі тез езіліп кетеді айтқандай. Енді судан бөлек ажыратып алып, бір жуып алғаннан кейін бірден шарамызға салатын боламыз. Менде 1,5 килограмм малина шықты, оның үстіне 1,5 килограмм қантты қостым. Егерде қанша малинағы болса, сонша қант қосасыздар. Егерде 2 килограмм малина болса, оның үстіне 2 келі қант қосып жасаймыз. Егерде малина қышқылда болса, осылай 1-1 қосатын боламыз. Енді осы қант пен малинаны жақсылап араластырамыз. Осындай қалақтың көмегімен мен езбей жасаймын арасында, себебі түйіршіктеу болғаны біздің отбасымызға, өзімізге өте қатты ұнайды. Сол себепті блендермен, қолмен еш езбедім. Бірден пештің үстіне қойып, осылай езіп алатын боламыз, араластырып тұрамыз, себебі бұл асты күйіп кетпеуі қажет. Енді қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін бірден алып тастаймыз, сонда ішіндегі құрты, зиян заттардың барлығы шығатын болады. Көбікті міндетті түрде алып тастаймыз. Одан соң жақсылап араластырып жібереміз. Осылай 5 минут кішкене қайнатып аламыз да, одан соң 30 минутқа тағы қойып, одан соң тағы да пештің үстіне қойып, тағы да 5 минут қайнатып алып, суығаннан кейін бірден банкаларымызға құя береміз. Банканы ешқандай стерилизация жасаған жоқпын, бірден ыстық сумен жуып жіберіп, осы дайын болған малиналардың барлығын құйып шықтым. Тек қана біздің банкаларымыз таза болу керек. Осымен бізді малинамыз дайын болды. Жасалу өте оңай. Міндетті түрде болса жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Каналымнан өзіңіз деген кез келген рецепт түрін, тегін мастер-класс видео рецепттерін көре алатын боласыздар. Сол себепті менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Жоғарғыдағы Instagram парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Күнделікті түрлі тағам жасау жолдарымен бөлісетін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.